Армысыздар, құрметті қазақ елі, сіздерді өз арнамда көргеніме қуаныштымын. Тоқаев Ресей мен Украина соғысына байланысты өз ұстанымын жеткізді. Тоқаевтың не айтқанын қараңыздар. Қазақстан кез келген қақтығыстың бейбіт жолмен шешілуін жақтайды, сондықтан Украинаға қатысты келіссөздердің басталуын құптайды. Мәселенің күрделі екеніне қарамастан шиеленістің оң шешімін табатынына сенім артады. Біз бірлігіміз әр алуандықта идеологиясын темірқазық етіп ұстанып отырмыз. Ұлтымыз бен наным сеніміміз әртүрлі екеніне қарамастан бір қоғамда тұтас халық болып өмір сүреміз. Мен баршаңызды осынау терең үдерісті толық түсінуге шақырамын. Сонда ғана табысқа жете аламыз. Қазір Украина жөнінде көп айтылып жатыр. Біз алғашқы кезден бастап осы соғысты міндетті түрде тоқтату керек. Дипломатиялық келіссөздер арқылы бір мәмілеге келу қажет деп айттық. Бұл ұстанымымыз енді шындыққа айналды. Екі алпауыт ел саяси сұхбат жүргізе бастады. Бұл жақсы үрдіс. Әрі Қазақстанға пайдасын тигізеді. Сондықтан біз мұны мейлінше қолдаймыз деген болатын Тоқаев өз сөзінде. Яғни Тоқаев айтып отыр, бұл жерде біз о бастан бұл қақтығысты бейбіт жолмен реттеуге күш-жігерімізді саламыз деген еді. Өйткені Қазақстан осы кезге дейін Ресейге де Украинаға да болыспай бейтараптығын сақтап келді. Біріккен ұлттар ұйымының жарғыларының шешімдерінің негізінде әрекет етті. Былайша айтқанда өгізді де өлтірмей, арбанда сындырмай саясат жүргізді. Және бұл соғыс аяқталам дегенше осынау саясатты мызғымас етіп ұстап отыра алса, Тоқаев Қазақстанды осынау әлемдік шиеленістен, әлемдік кризистен аман есен алып шыққан көшбасшы екенін көрсетеді. Бірақ бұл жерде мәселенің екінші жағы, Қазақстан егер де осынау мәселеге бел шешіп араласатын болса, онда бұл жерде батыстың ықпалы, яғни Шольц, Германия канцлері Шольцтың өзі Қазақстанға келген кезде, Тоқаев пен Шольц екеуі сөйлескен кезде айтқан болатын, Тоқаев Ресей әскери тұрғыдан жеңілмейді деген болатын. Бұл риторикасы Тоқаевтың қатты сынға қалды қазақстандықтардың тарапынан жалпы. Әрине, Қазақстан соғыс басталғалы бері не Ресейге, не Украинаға болыспай бейтараптығын сақтап келе жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының шешімдеріне сәйкес әрекет етіп жатыр. Бірақ қалай дегенмен де Тоқаевтың мына Шольцпен сөйлескен кезде, Германия канцлерімен сөйлескен кезде, батыс мемлекеттері Қазақстанды өз жағына тартуға тырысқан болатын. Бірақ Тоқаев бұған отказ берді. Былайша айтқанда Ресей әскери тұрғыдан жеңілмейді деген жауап айтқан болатын. Алайда Тоқаевтың бұл риторикасы көп сынға ұшырады. Не себепті бұлай айтады? Сонда Ресейдің жағына болысқанда кейіп танытып отырма деген сияқты неше түрлі сынның астында қалды Тоқаев осы сөзінен кейін. Алайда қазіргі күнге дейін Қазақстан өзінің бейтараптығын сақтап келе жатыр. Бұл бейтараптық соғыс аяқталам дегенше жалғасады деген үміттеміз. Себебі батыс мемлекеттерінің Американың үлкен санкциясы күтіп тұр, егер де Қазақстан осынау бейтараптығынан жаңағы өзгеріп шығатын болса. Тоқаев соғыс басталғалы бері келіссөздерге келіңдер деген жаңағы мәлімдемені айтып келе жатыр. Енді міне көріп отырсыздар, Ресей мен Американың арасында үлкен келіссөздер болып жатыр. Бірақ шын айту керек, келіссөздерге жақсы қадам жасалғанымен Кремль бұл келіссөздерге қашан барды деген нәрсеге келейік. Өйткені Кремль бірден соғыс басталған кезде келіссөздерді алға тартқан жоқ. Ол бірнеше күнде Киевке жетіп баратынын айтып өрекпіген болатын. Ал кейіннен түсіне бастады, Кремль өзінің оңбай қателескенін, Украинаны осыншалықты мықты күш жинап алады деп ойламағанын түсіне бастады және Зеленскийдің оңай шағылатын жаңғақ емес екендігін түсінді. Осыдан кейін келіссөздер туралы әңгімелер айтыла бастады. Бұл келіссөздер туралы әңгіме арада 3 жыл өткеннен кейін ғана айтылып отыр. Ал Зеленскийдің осындай қарсы тұруы расында да Путин мен оның айналасын таңғалдырғаны шындық. Және батыс мемлекеттері Украинаға көмекті үйіп төкті. Нәтижесінде бүгін келіссөздерге баруға мәжбүр болып отыр екі тарапта, Ресей де, Украина да. Ал Қазақстан бұл келіссөзден ұтады немесе ұтылады деген нәрсе емес. Қазақстан осынау глобалды үлкен әлемдік кризистен аман құтылса, оның ең үлкен жеңісі де осы болмақ.